Саламатсыздар ма балалар? Сабағымызды бастаймыз. 51-ші жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Аса өзен арқырап, асқар таудан дүркіреп, айдын жатыр жарқырап, алды дала бір түлеп. Сын есімдерді тап, оларға сұрақ қой. Сын есімнің қай сөз табымен байланысып тұрғанын тап деді. Аса өзен арқырап. Қандай өзен арқырап? Асау өзен. Асау бұл жерде сын есім. Асқар таудан дүркіреп. Қандай таудан? Асқар таудан. Бұл жерде асқар дегеніміз сын есім. Енді қандай сөз табымен байланысып тұр десе, асау өзен. Асау өзен. Өзен деген бұл жерде зат есім. Демек, зат есіммен байланысып тұр. Таудан. Тау деген бұл жерде зат есім. Демек, зат есіммен байланысып тұр деген сөз. 52-ші жаттығу. Суреттерге қарап, онда нелер бейнеленген айт дейді. Бұл жерде жасыл алмұрт, сары сәбіз, немесе қызғылт сәбіз, сары лимон, мына жерде әдемі сүйкімді құлпынай тұр, және піскен шие тұр, осыларды көруге болады. Енді тапсырмасында бізде айтады, өзің қалаған бір сурет бойынша сипаттау мәтінін құрастырып жаз. Сын есімнің асын сыз дейді. Алмұрт тәтті, шырынды жеміс. Оның түсі жасыл немесе сары болады. Алмұрттың дәмі өте жұмсақ әрі қош иісті. Бұл жеміс адамға пайдалы, дәрумендерге бай деп сөйлем құрастыруға болады. Бұл жерде сын есімдер тәтті, шырынды, жасыл, сары, жұмсақ, қош иісті, пайдалы. 53-ші жаттығу. Сын есімдер қатарын тап. Сын есімдер бізде қандай деген сұраққа жауап береді. Ендеше сұрақ қойып көрейік. Күрек, не? Бұл дегеніміз зат есімі. Демек, бұл қатар кірмейді. Піл. Піл де зат есім. Не деген сұраққа жауап береді. Бұл қатарда кірмейді. 3-ші терең, қандай? Жарық, қандай? Қызыл, қандай? Қою, қандай? 4-еуі де қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Демек, осы 3-ші қатар бізде сын есім болып есептелінеді екен. Ендеше осы қатарды сын есім деп жазып қоясыздар. 54-ші жаттығу. Жаңылтпаштың қатесін түзеп, көшіріп жаз дейді. Үшкір тұмсық, сұр шымшық. Сордан ұшты құрт шымшып. Сын есімдерді тап дейді. Үшкір, қандай тұмсық? Үшкір тұмсық. Сұр шымшық, қандай шымшық? Сұр шымшық. Үшкір сұр деген бізде сын есім екен. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Лайк басуды да ұмытпаңыздар балалар. Арнаға тіркеліп алыңыздар.